Через Каспи заявка жіберетін боламыз. Госуслугиге кіреміз. Мына жерде прием заявку легализации иностранных авто деген бар, соны басасыздар. Міне подать заявканы басасыздар. Сізде машина қандай марка, соны теретін боласыздар поискке. Біздің ситуациямызда ВАЗ. 2114-ті тауып аламын да галочка қоятын болам қазір мен. Қай жылы шықты машина? Бізде 2013, цвет черный, бензин, объем 1/5, 5 орындық, категория легковой, Россия. Енді сіздің қолыңызда техпаспортта тұрған хозяинның инициалын жазасыздар осы жерге, фамилия, имя, отчество толық. Достар, мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк, комментарий қалдырамыз. Алдағы уақытта қандай видео түсірейін, соны да жаза кетіңіздер. Мені қолдап, соған байланысты мен контент түсіретін болам. Мына жерге гос номер, машина номерін жазатын боламыз. Алдағы уақытта скрин жасап кетем. Уже заявка бергеннен кейін сіздерге уақыт белгілейтін болады. Уақыттарыңызды өздеріңіз белгілеп, жаңағы сол уақытта өз қалаңыздың автоцонына барсаңыздар болады. Госпошлин төлеп, машинаңызды қазақ номерге аударып алсаңыздар болады. Енді мына жерге техпаспорттың жаңағы серия номер деп тұр ғой, соң техпаспорттың астында қызыл номер жазасыздар. Енді қай уақытта техпаспорт берілді, соны жазатын боласыздар. Мына жерге вин код ағылшынға аударып алыңыздар. Үлкен әріппен жазасыздар. Цифрды, как обычно, цифрымен жаза бересіздер. Мына жерде номер кузова деп тұр ғой. Ол жерге, который техпаспорттың астында қызыл номер тұр ғой, соны екі жерге де копировать, выставить етіп қойсаңыздар болады. Мына жерде мен 45, 22, 34 деп тұр ғой, соны копировать етіп, выставить етіп қойсаңыздар болады. Сосын дальше продолжить басасыздар. Өздеріңіздің қалаңыздағы автоцонды белгілейсіздер. Қазір мен алдағы уақытта айттым, жаңа көрсетіп кетем деп скрин салып кететін болам. Мына жерде вин кодты толық теріп шыққаннан кейін, төменгі жаққа техпаспорттың астында қызыл цифр болады, соны теріп шығасыздар. Екі жерге де асықпай, ешқандай ошибка жібермей теріп шығыңыздар. Достар, міндетті түрде каналға лайк, комментарий қалдырыңыздар. Міне продолжить басасыздар. Міне мына жерде выбрать дату, время бар, соны басасыздар и отправить заявканы жібересіздер. Сәттілік.